болса дағы құрбан қорғап таласын, ала алмаған тиесілі бағасын. Қадірге жете алмадық кешегір, қайран асыл арыстарым алашым. Мойындасақ алып қашпай анықты, алашұртқа шын қамқорлық танытты. Ешқайсысы өксеген жоқ билікті, қалқан қылып тығылған жоқ халықты. Қалжырадым, сағындым деп, елге қайт деп жылайсың. Ұмытарда не қылдым деп, тез хат сал деп сұрайсың. Әлі есінде талай мені аш бауырына басқаның, ұмытылады енді қалай көзден аққан жастарың. Сәкенім-ау, баласыны қандай күйге түсірген? Гүлбахрам, аян түрі ме? Аян түрі, оны қайдан шығардың? Түсімде көрдім, Гүлбахрам. Бәрде аман, шыдашы. Әкеме не хабар? Халық жауын әкесіне мазалаған жоқ па? Сәкен, саған не болды? Бәрде аман, өзін айтып едің ғой, қателесіп кеткен шығар, қайтып келемін деп. Жоқ, бұлар қателесіп деп тұрған жоқ, Гүлбахрам. Енді бұл қапастығын тек құр сүйегің ғана шығар. Барлығын саған аманат етіп тапсырдым. Әй халық жауы, уақыт аяқталды. Мыналардың көздері шел басқан екен. Өзі құрған үкімет өзі талап жемекші. Сәкен тірі, қазақта елі барды. Өлді деудің айтыңдаршы, жөні бар ма? Ол өлмейді, ешқашан еңкеймейді. Түскенде емес қасырдан бөрі лаққа. Сәкенім-ау, асыл басым қор болды-ау. Араша түсер кім бар? Не демейсіңдер? Елім деді адамдықтан асқан жоқ, шақырса да шетелдерге қашқан жоқ. Бір-бірімен арылдасып өзара, бас-басына партиялар ашқан жоқ. Шатасып қырынмен торғайды, шабанатты топқа қоссақ зор қайғы. Қазақтың бар партиясын қоссаң да, алашымдай адал қорған болмайды. Сейфуллин, алып келіңдер. Кіртес, бас аяқ, Бол отыр. Сейфуллин жолдас, бүгін міне сен тұтқындалғанына 5 ай болды. Сол 5 айдың ішінде өз кінәңді әлі де мойындамай келесің. Бірінші тергеуші Зерембаевтардың қағазын жыртсан, екінші тергеуші Жакуповтарды орындықпен ұрғансың. Бұл не дегенің тағы? Онымен қоймай заң адамдарын, заңнан хабар жоқ надандар, тарих білмейтін топастар деп балағаттайсың. Солай ма? Солай. Мен заң адамдарын осыншама сауатсыз болады деп ойламаппын. Саған қазақ тергеушілерінің қолы батпаған соң, істі орыс тергеушілер жүргізді. Орыс тергеушілер жүргізген хаттамадағы қолды менікі емес деп мойындамайсың. Солай ма? Солай. Тергеу ешқашан әлі жүрген емес. Олар алдымен мен ұрып соқты, содан кейін мынау сенің қолың деп көрсетті. Ал мынаған не дейсің? Галина Серебровкамен сыбайластығыңды мойындағаның жөніндегі қағазың. Болды, біткен жерің осы. Өтірік! Ей, жап аузыңды! Кімді алдағың келеді? Ойларың белгілі. Қазақ болғыларың келеді, азат болғыларың келеді. Мынау қарындарының ғана қамын ойлағанда бәрі жақсы болатын еді ғой. Бізге қысым көрсетті дейді. Кім сендерге қысым көрсеткен? Оларына сендер секілді Совет үкіметінің қас жаулары. Сейфуллин, сен ақылды адамсың. Егер мынау ақ қағазға жапон тыңшыларын тізіп берсең, жазадан аман есе құтыласың. Сонымен жапон тыңшыларымен сыбайластығыңды мойындайсың ба? Жоқ па? Жоқ, мойындамаймын. Сені адам атымен атаудың өз аяушылық сұмырайсың. Өзі сенген Совет үкіметінен бұндай сорақылық күтемін деп ойламаппын. Қолындағы қызыл ту, қызыл қан екенін тез шыққанын қалай? Ей, қанды қол! Атам дейсің, ат енді. Жап аузыңды! Ал кет, көзің құрт, өлтір! Жарты өмірін өткізсе де түрмеде, жасамаған жау келсе де іргеме. Алаштікі нағыз ерлік, шын күрес, ал біздікі жай әшейін бірдеңе.